38 депутаттан 29 депутат қатысып отыр. Оның 14-і онлайн режимде. Алматы облысының кезектен тыс 13-ші сессиясының отырысын ашық деп жариялаймын. Оның сессия отырысына тиісті басқарма басшылары, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысуда. Сессияның күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілді. Бірінші, Алматы облысы Қонақ қаласының шекарасын өзгерту туралы. Үшінші, 2023 жылдың 3 қарашадағы Алматы облыстық мәслихатының номері 7-45 шешімімен бекітілген Алматы облысының G4 City қаласының бас жоспарының жобасының күшін жою туралы. Төртінші, Алматы облысы Алатау қаласының бас жоспарының жобасын мақұлдау туралы. Бесінші мәселе бұл Алматы облысы аумақтық сайлау комиссиясының құрамын сайлау туралы. Құрметті әріптестер, күн тәртібіне енгізілген мәселелерге қатысты ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ. Күн тәртібі бекітілгендерді дауыс беруді сұраймын. Қарсы қалушы жоқ, күн тәртібі бекітілді. Олар осы сессияның жұмысының келесі регламенті ұсынылады. Баяндамашыларға 5 минутқа дейін, сөйлеушілерге 3 минутқа дейін уақыт беріледі. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ. Мәселені талқыға саламын. Қарсы қалушы жоқ. Сөз бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарауға көшейік. Баяндама жасау үшін сөз Алматы облыстық сәулет және қала құрылыс басқармасының басшысы Мұсылманбеков Болат Аманшолұлына беріледі. Интервью беріп отырасың. Жаңа тұрақты комиссияда толық қарады бұны. Мінекей. Сөйлеші. Болат Аманшолұлы. Болат Аманшолұлы, бірінші мәселе бойынша өзіңіз баяндама жасаңыз. Стоп. Талғат Ескендірұлы, біріншіден кешірім сұраймын, жөнге бөліп қалғаныма. Екіншіден, келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Үшіншіден, біздің қарастырып отырған мәселені өткенде өзіңіз атап өттіңіз. Соңғы заседание. Олға генпланға байланысты, авиамиацияға байланысты Қонаев қаласына G4 қаласының жүгірімде бейіндіп қалып кешімсіреді. Соны қарастырып едіңіздер, сол бүгін түске дейін әлгінде үлкен отырыста көп сұрақтар қойылды. Сол көп сұрақтардың біразына жауап беріп, жаңа жылдың январдың 20-сында тағы да егжейлі, тегжейлі детальны инженерлік жүйелерге байланысты біраз сұрақтар бар. Точки подключения дейді, сол газдың тоқтуатының жеткілікті болу үшін соған тағы бір отырыс жасайтындай шешім қабылданды. Кешірім сұраймын. Соны бірінші рабочий комиссияны қолдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі қойылған 4 сұрақты қайтадан қайталап оқып берсем де болады или сол 4 сұрақты да қолдап берсеңіз деген өтінішіміз бар. Жақсы, біз Болат Аманшолұлы, біз енді жеке 4 сұрақ бойынша жеке шешіп қабылдауымыз керек қой. Сондықтан енді сіз қазір 3 сұрақ бойынша былайша айтқанда Алматы агломерациясы жөнінде өзіңіз берді. Енді оны құрметті әріптестер біз осыны қаншама талқыладық. Енді осы бірінші сұрақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Енді сұрақ жоқ болса, құрметті әріптестер, осы сессияға дейін мәселе тұрақты комиссия қаралып мақұлданды. Ал қосарларыңыз жоқ болса, мәселені дауысқа салайық. 2022-2023 жылғы Алматы қаласының Қаламағы аймағындағы қала құрылысы жоспарланған кешенді схемасын өзектендіру жобасы бекітілсін деген жерге дауыс беріледі. Қарсы қалушы жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Болат Аманшолұлы, енді екінші сұрағымыз бар. Бізде екінші сұрақты Қонаев қаласының шекарасын. Екінші сұрақ, Қазақстан Республикасында сәулет және қала құрылыс қызметі туралы заңның Алматы облысы Қонаев қаласының шекарасын өзгерту туралы жобалық шешім қабылдау жөнінде өзіңіздің ұсынысыңызды айтыңыз. Құрметті депутаттар, бәрілеріңізге мәлім, Қонаев қаласының бас жоспары былтыр жазы күні, биыл өткен жылдың жазы күні бекітілген болатын. Президентіміздің жарлығы бойынша енді G4 қаласы
яғни Алатау қаласы пайда болғалы Алатау қаласы Қонаевқа оңтүстік жағынан резерв, Қонаев қаласының резервін 10.000 гектар, 10.962 гектар G4 қаласына кеткендіктен Қонаев қаласының шекарасын қайтадан жобалаушыларға тапсырыс беріп дұрыстауды сұрады. Батыс жағынан пром территорияларды қосып, тура сол показательдерге қайтадан жетті. Ол тіпті жақсы болды. Нет худа без добра деген сияқты, және айырылған жерлеріміздің шекараларын сол солтүстік пен батыс жағынан қосымша алдық та, оларға как раз производственный площадьтар, логистика, коммунальная зона и производственная зона түседі. Сол жерде как раз Қонаев облыс центр орталығының тұрғындарына жұмыс жасайтын орындар болып табылады. Осы мәселені қолдауыңызды сұраймыз. Өйткені техникалық көрсеткіштерді жүзеге Құрметті депутаттар, Болат Аманжолұлына сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Енді жаңа сессияның алдында тұрақты комиссия отырысында қарау жөнінен мақұлданды. Енді осы мәселені Қазақстан Республикасының Совет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңының 27-ші бабының 2-ші тармағының 1-ші тармақшасына сәйкес Алматы облысы Қонаев қаласының шекарасын өзгерту туралы жобасына өзгерістер енгізілсін дегендеріңіздің дауыс беруіңізді. Қарсы қалушы жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Енді үшінші мәселеміз бар. Көтерілген үшінші мәселе 2023 жылдың үшінші қарашасында Алматы облысы мәслихатының кезекті 7-ші сессия отырысында номері 745 шешіммен G4 Сити қаласының бас жоспарының жобасын мақұлдау туралы шешім қабылданған болатын. G4 Сити қаласының атауы Алатау қаласы деп аталатын болғандықтан G4 Сити қаласының бас жоспарының жобасын мақұлдау туралы шешімнің күші жойылуы керек. Сол себептен де шешімнің күші жойылсын дегендеріңіздің дауыс берулеріңізді қарсы қалушы шешім қабылданды. Рахмет. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі төртінші мәселеге қарау көшейік. Төртінші мәселе өзіңіз айтыңыз бе? Болат Аманжолұлы. Сөз кезегі өзіңізде. Төртінші сұрақ Алматы облысы Алатау қаласының бас жоспарының жобасын мақұлдау туралы. Алматы қаласының Алатау қаласының қазіргі G4 City қаласының жалғасы ғой. Енді G4 City 118.000 гектарға жасалған еді кезінде жоспарлау жұмыстары бас жоспар біткен болатығын, бірақ та соңғы кезде Алатау қаласы деп аталады деді, және де 88.000 гектар экономикалық аймақ болады деді. Соған байланысты жобалаушыларымыз сол талапқа сай қайтадан бас жоспарды қайта қарастырылып, қайтадан жасап, осы қысқа мерзімде орындады. 2 аудан мен Қонаев қаласының алаңдары кірді. Қонаев қаласынан 10.000 гектар, және айтылған оңтүстік жағынан Іле ауданынан, Талғар ауданынан жерлер кіруге байланысты сол жерлердің құрамы 88.000 гектар болды. Ол 88.000 гектар қазір тұтас бос экономикалық аумақты есептеледі. Ол аумақта болған еді бізге. Сол тапсырманы бүгінгі таңда орындап кеттік. Экспертизасын мемлекеттік сараптамасынан өттік, бәрі қолдарын жинап алдық. Сондықтан бұл мәселені қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет, Болат Аманжолұлы. Құрметті әріптестер, бұл сұрақтар жаңағы тұрақты комиссия отырысында қаралды. Болат Аманжолұлына сұрақтарыңыз бар ма осы Алатау облысы бойынша? Онда бар ма сұрақтар? Правительство объектінде ме? Бүгін қазір мен айтайын онда Болат Аманжолұлы. Жаңа түскеден үкімет отырысы өтті. Соны айт. Үкімет отырысында қуантарлық жағдай. Қазір енді үкімет президентке қазір Алатау қаласы бойынша жарлық шығарды указ. Сол жарлықтың жобасын дайындап жатыр. Жоқ, оны үкімет. Иә, үкімет өзінің қаулысын шығарды. Енді арада президенттің жарлығы бар. Бүгін осы үкіметтің отырысында айтылды. Бұнда енді
қуанышты жағдай. Онда құрметті әріптестер, Алматы облысының Алатау қаласының басшылықтарына мақұлдансыз дегендеріңізді дауыс беріңіздер. Қарсы қалыс жоқ. Енді олар Аманжолова енді бүгін көтерген мәселелердің бәрін сізге облыстық мәслихат депутаттары енді қолдау көрсетіп отыр. Енді алдағы істеріңізге сәттілік тілеймін. Құрметті депутаттар, сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Тағы да алтын уақыттарыңызды бөліп, осы бүгінгі 4 мәселені қолдап бергендеріңізге үлкен рахмет. Енді құрметті депутаттар, енді күн тәртібіндегі соңғы сұрақ. Негізінен біз бүгін осы бір сұрақты ғана көтерейік дейміз. Өйткені Алматы сайлау комиссиялары мүшелері сайлау бөлімінде. Енді мынау бүгін Алматы облысының әкімінің ұсынысы бойынша осы 4 сұрақты бүгін қарап шешімге беруіміз керек деп отыр. Сол себепті бүгін осы сұрақты өте тез қолға алып, осы жинап жағдай айтып жүріп отырмыз. Енді әрине біздің ниетіміз жаңағы айтқанда көтерілген мәселелер жылдың соңына дейін жаңағы үкіметтің қаулысы президенттің жарлығы дайындалса, уже келесі жылға бюджетке қаражат қарастырылып отырады. Өзінің 18 береді. Сондықтан түсіндірме ретінде өздеріңізге айтып отырмын. Енді құрметті депутаттар, бүгінгі сессияның соңғы сұрағына көшейік. Алматы облыстық Алматы сайлау комиссиясының құрамын сайлау туралы. Енді Қазақстан Республикасы сайлау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 10-17 баптарына сәйкес Алматы сайлау комиссияларының құрамын тиісті мәслихаттар қалыптастыратыны өздеріңізге мәлім. Алматы сайлау комиссиясы 7 мүшеден тұратын құрамда құралады. Сайлау комиссиясының өкілетті мерзімі 5 жыл. Енді әрбір саяси партия сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатураны ұсынуға құқылы. Енді сайлау туралы Конституциялық заңның 10-шы бабына сәйкес Алматы облыстық Алматы сайлау комиссиясының жаңа құрамы қалыптастыратыны туралы хабарлама осы жылдың 2023 жылдың яғни 9 қараша күні облыстық мәслихаттың ресми сайтында жарияланды. Оны өздеріңіз таныстырыңыздар. Тиісті құжаттарды осы ағымдағы жылдың яғни 2023 жылдың 9 желтоқсаннан кейін қабылданды. Енді қазір облыстық мәслихат аппаратымен қабылданған құжаттардың толықтығын және ұсынылған кандидаттардың сайлау туралы конституциялық заңы мен орталық сайлау комиссиясы бекіткен бүкіл талаптарына сәйкестігі толығымен тексерілді, мақұлданды. Енді сол берілген өтінішке сәйкес облыстық мәслихатқа өткізілген құжаттарға тоқталып өтейін. Бірінші, Аманат партиясынан Айтова Мейрамгүл Қазбекқызы, екінші, Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясынан Қадыр Жанқызы Ақмаралдың, Ақжол Қазақстан демократиялық партиясынан Қаңтарбаев Әсет Құдайбергенұлының, төртінші, Қазақстан халық партиясынан Садықов Ерзат Мұратұлының, Республика партиясы атынан Қанатова Анар Қанатқызының, Ақорда Жастар қоғамдық бірлестігінен Стансыбеков Ермек Амангелдіұлының, және де қызмет мемлекеттік банктік мекемелері және қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің салау кәсіподағы қоғамдық бірлестігі атынан Бөрібаев Дулат Болатұлының кандидатуралары ұсынылды. Осы кандидатура туралы ақпарат сіздерге алдын ала таратылды, таныстырыңыздар. Енді алып қосарларыңыз бар ма? Осы жоғарыда ұсынылған кандидатураларға. Бар ма? Жоқ. Онда жоқ болса, ұсынылып отырған кандидатурада Алматы облыстық Алматы сайлау комиссиясының мүшесі болып сайлансын дегендеріңіздің дауыс бергеніңізді. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Енді құрметті әріптестер, бүгінгі қаралған 5 мәселеден өзекті мәселе, жаңа Болат Аманжоловқа жаңа төртінші сұрақтар бойынша тоқталып өтті. Бүгін алдыңғы сессияларда да бәрін қаралып толыққанды танысқанбыз. Енді қазіргі кейінгі үкіметтің қойып отырған талаптары соған сәйкес қосымша өзгерістер енгізіп отырмын. Сондықтан енді бүгінгі қолдағандарыңыз үшін өз атымнан алғысымды білдіремін. Және төртінші соңғы сұрақта өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір Алматы саяси мәселелер. Мен қазір өздеріңіздер жақсы білесіздер, қазір бұрындары біз облыстың әкімдері сайлаушы, мен қазір аудан әкімдерде қазір пилот режимде республика көлемінде 2-ден 3-тен аудандар сайлады. Енді алдағы уақытта осы ауданның әкімдерін сайлау жұмысына
сайлау комиссияларының ішінен өздеріңіз қарап отырсаңыздар, 7 мүшенің ішінен 6-ы бұрыннан жұмыс жасап жатқан азаматтар, ішінен тек қана бір азамат қана үлгеріп отыр. Ол азаматшаның өзгеру себебі зейнеткерлік жасына жеткеніне байланысты өз өтініші бойынша жұмыстан босатылды. Сол себепті орнына біз басқа адам алып отырмыз. Әрине бұл да үлкен саяси нақтылықта іске асыратын комиссия құрамы. Сондықтан бұл да қолдағандарыңызға үлкен рахмет. Енді бүгінгі сессияға облыстық әкімдіктен жаңа түскен Марат Юсуфовның ұйымдастыруымен жаңағы облысқа еңбек сіңірген осы тәуелсіз жылдар еңбек еткен ел ағаларының басын қосып, жылда аяқтап жатқан келесі жылға бағдарламалар туралы осындай дастархан жайын көрсетіп қызмет көрсетіп, сол себепті осы келмеді. Және де орынбасарлардың бүгінгі облыс әкімінің орынбасарларын бүгінгі әр сала бойынша жаңа министрліктерде тыңдаулар болады екен. Алматы облысының жаңағы әкімдерінің орынбасарлары. Сол себепті ешқай орынбасарлар қатысамады. Облыс әкімі өздеріңізге жаңа бара жатқан кезде айтылды. Бәрін жағдайды түсініп жатырсыздар, бәрі түсіністікпен қарасын, бәрі өзіңіздің әріптестеріңізге осы жағдайды түсініп жатыр деген сәлем емес болған, соны сіздерге өздеріңізге жеткізіп жатырмын. Енді құрметті әріптестерімді не айтамыз, бүгін жылдың соңында өткізіп отырған сессиямыз. Енді өздеріңізбен осы март айынан бері, наурыз айынан бері сессиялар өткізіп, еліміздің шешімдер қабылданып, оның шешімдерін өздеріңіз қабылдадыңыздар, қолдау көрсетіңіздер. Сондықтан енді өз атымнан осы облыстың азаматы ретінде сіздерге шын ниеттен, шын көңілден ризашылығымды білдіремін. Енді алдағы уақытта да келесі жылға да жұмыстар өте көп. Енді мен ең басты айтарым, осы қабылданған шешімдер келесі жолы іске асып, бәріміз көңіл алған мәселесі деген ниетімде.